діни оңалту бағыты бұл белгілі бір химиялық операция жүргізу емес. Яғни бір белгілі бір мүшені кесіп, белгілі бір вирусты алып тастап, орнын тігіп, жауып, емделе салатын дүние емес. Өзі адамда екі құндылық бар, соның негізгісі сенім, екіншісі сезім. Екеуінде орта тұсын ұстанылмаса, адамды белгілі бір құрдымға алып келеді, зардабын тигізеді. Шортанбай Қанайұлы Зар заман өлеңінде айтады ғой, жеті жұрт кеткен қожадан сен тұрмайсың бүлінбей деп. Жалпы кез келген осы экстремизм, терроризм баптарымен сотталушыларға әрқайсының орталары соған сай болған, сол бағыттарында, тұстарына жақын болған. Мына экстремизм, терроризм баптарына байланысты жару мәселесі, ату, өлтіру мәселесі. Бұның барлығы діндегі белгілі бір мәтіндерді дұрыс түсінбеуден, өз мүдделерінде пайдалануларынан, оларға ең алдымен сенім мәселесінде білімнің жетіспеушілігі, екінші тұрғыдан белгілі бір сезімнің қажеттілігі. Кез келген осы жат ағым жақтаушыларының сұхбат барысында байқағанымыз, әсіресе толыққанды отбасынан шықпаған, белгілі өмірдің қиыншылығын көрген, оған дейін де әртүрлі қылмыстық баптармен сотталушылар ғой көбіне. Жұмыс оңай емес, белгілі сенімді өзгерту оңай емес. Адамның сенімі өзгеруі ол өте үлкен уақытты және ең алдымен өзінің өзгеруге деген бір ниеті болу қажет. Соған қадам басу керек, өзгеруге өзі. Мүмкін мамандар осы тұста сол жолға психологиялық тұрғыда, діни тұрғыдан кейбір ішкі сезімдермен жұмыс жүргізіп отырып, соған ықтималдылығы артып, пайдасын тигізуі мүмкін.